Баршаңызға ассалаумағалейкум. 2022 жылғы наурызда бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы 275-438 теңгеге жетті. Мұндай мәліметті ұлттық статистика бюросы жариялады. Халықтың жан басына шаққандағы орташа атаулы ақшалай табыстары 2022 жылғы ақпанда 143-246 теңге болған. Бұл 2021 жылғы ақпанға қарағанда 17,3-ға көп, нақты ақшалай кірістер көрсетілген кезеңде 7,9-ға ұлғайды. 2022 жылғы наурызда Қазақстан бойынша 457,4 мың адам жұмыссыз болды. Жұмыссыздық деңгейі 4,9-ды құрады. Наурыз айының соңында жұмыспен қамту органдарында жұмыссыздар ретінде тіркелгендер саны 175 мың адам. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.